Сәлем құрметті оқырман. Дастархан басындағы сақталуы 12 әдет туралы айтпақпын. Көбіне дастархан басында өзімізді қалай ұстайтынымызға, қалай аз су ішетінімізге, не айтып, не қоятынымызға, кіммен қалай тамақтанатынымызға, не болмаса қандай тақырып төңірегінде әңгіме дүкен құратынымызға аса көңіл қоя бермейміз. Негізінде дастархан басында жаңа таныстық орын алады, әрі туған туыстарымызбен жақындастырады. Сол себепті дастархан басындағы уақытты да біз пайдалы өткізуіміз өте қажет. Өйткені тамақтану да Алла тағала құлшылық етудің бір түрі деп айтқан. Маңайымыздағы адамдардың санына емес, сапасына мән беру өте маңызды. Дастархан басында шынайы мұсылманның өзін қалай ұстауына қатысты 12 әдепті қарастырып көрелік. Бірінші, аз су ішердің алдында Бисмиллахи-рахмани-рахим деп Алланы еске алудан басталу керек. Әбу Хурайра Алла елшісінің былай айтқанын келтірілген. Алланы еске алусыз басалған кез келген іс, сөз бен іс толымсыз болып келеді екен. Екінші, тамақтың алдында және соңында қолды жуу керек. Егер қол жуатын жер біреу болса, қол жууға үлкен кісілерді бірінші жібереді екен. Үшінші, дастархан басында үлкен адамдар отырғанда жастарға асқа қолды бірінші салмау керек. Үлкен адамдар ас салған соң ғана барып тамақтанады. Төртінші, балалық шақтан бастап бізге үстел басында сөйлеуге болмайды деп үйреткен. Алайда сүннетке сай бұл дұрыс емес. Ас су ішу барысында үндемей отыру жөн емес. Абзалы Аллаға және дастархан басында отырғандарға ұнайтын дүниелерді айтып отырғанға не жетсін. Бесінші, дастархан басында отырғандар қасындағы адамдарды ойлап тамақты молынан асауға тырыспауы керек. Пайғамбарымыз мүмін бір адамның асын жейді, ал имансыз 7 адамның асын жейді деген болатын. Алтыншы, тамақты аз жейтін адамдардың мазасы алмас үшін оларға 3 реттен артық ананы мынаны жеңіз деп қолқа салу дұрыс емес. Сондай-ақ сіз мына астан міндетті түрде дәм татуыңыз керек деуге де болмайды. Жетінші, дастархан басында отырған адамдарды ұялтпау үшін оларға тәсілі қарап алуға да болмайды екен. Сегіз, егер еденге тамақ түсіп қалатын болса, оны көтеру қажет. Нанға деген құрметке бола қолдан түсіп кеткен нанның түйірін де көтеріп алу керек. Пайғамбарымыз нанды қадірлеңдір. Тоғызыншы, жеміс-жидек тұрған ыдысқа жемістеріңді, сүйектерін не болмаса қалдықтарын салуға өте болмайды. 10-шы, ыстық тамақта асығып үсігіп жеуге немесе оны үрлеуге тағы да болмайды екен. 11-ші, сондай-ақ қасында отырғандарға жағымсыз болатын дүниелерді жасау дұрыс болмайды. Егер адамға тісінің арасына тұрып қалған тамақты алып тастау керек болса, алақанымен аузын көлегейлеп, енді бір қолмен тісін шұқып алып тастаған өте әдепсіз болып келеді. 12-ші, тамақтанып болған соң әлемнің қай тілінде болмасын, Алла тағалаға өз ризашылығымызды білдіріп, сүннетке сай бізге ішкізген, бізге жегізген әр мұсылман етіп жаратқан Алла шүкірі немесе қысқаша альхамдулиллах деп Аллаға шүкір айтқанымыз жөн. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман?